Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапарымен Сарыағаш ауданына табан тіреді. Іс-сапар барысында облыс басшысы аймақтағы потенциалы жоғары кәсіпорындардың жұмысымен танысып, жаңашыл технологияларды өндіріске енгізіп үлгерген кәсібилермен тілдесті. Нақтырақ Нағима Абдрахым баяндайды. Тағайындалғанына дәл бір ай бір апта болған облыс әкімі Дархан Сатыбалды шекаралық аймаққа сапары барысында Жібек жолы ауылдық округіне қарасты Зортөбе елді мекенінде орналасқан Агротур жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында болды. Озық технологияларды пайдалана отырып, көшет өндірумен айналысатын жылыжай кешенінің басшысы Турсун Тасходжаевтың айтуынша, дәл мұндай автоматтандырылған заманауи жылыжай республикада біреу ғана. Жалпы жылдан жылға көбейіп жатыр ма? Көбейіп жатыр деген теплица көбейіп жатыр ма? Теплица көбейіп жатқан жоқ. Теплица көбейіп жатқан жоқ. Көшет алушылар, бізден алушылар көбейіп жатыр. Мысалы үшін бізге берге келген кезде бұл көшет қана емес, бұл көшет комбинат десек те болады. Бір адам келіп бізге қазір басқа көшет қана бар 1 миллион заказ берсе, олар шығара алмайды. А бізге келіп қазір 3 миллион көшет керек десе, біз қиналмай шығарып бере аламыз. Бізде бұл жерде толық автоматтандырылған. Бұл жалғыз Қазақстанда ғана, бұл тек қана бұндай технологиялар әлемнің дамыған, агрошаруашылық дамыған мемлекеттерде бар екен. Кәсіпкермен тілдесу барысында облыс әкімі Дархан Сатыбалды өнеркәсіптік жылыжай кешенін одан әрі дамыту үшін мемлекет тарапынан қандай қолдау қажет екенін де сұрады. Былтыр толды осы. Енді биыл тағы егер тағы сыймай баратын болса, соны қоса аламыз ар жағына тағы. Дұрыс. Кеңейте бара береміз. Енді мен сіздерден сұрайын деген қандай қолдау керек? Қолдау бұл кісілер біз қолдау бере алмадық, мемлекеттік қолдау. Біз минеральный бере аламыз. Себебі бұл кісілердің несі әкелгені Агротурдың фермасына келгенде, бірақ жер телімі бұл кісінің атынан болды. Сөйтіп біз мемлекет қолдау бере алмадық. Сондай критерий сондай талап. По факту сеніп жатқан дүние. Проблема промышленный теплицаға барда, көшетханаға болмады, соны болдырамады. Ережеде жоқ. Ережеде жоқ екен. Әйтпесе беріп жоқ. Соны айтпайсыз ба? Ондай болса біз Ережеде жоқ. ұсыныспен шығу керекпіз. Ауыл шаруашылығы министрлігіне Шығып қойдық бұл шықтық па? Зортөбедегі көшет баудан шыққан соң облыс әкімі бастаған бір топ сала мамандары Бесқара жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Нәрлен құс фабрикасының жұмысымен танысты. 55 адамды жұмыспен қамтып отырған өндіріс орны күніне 300 мың дана жұмыртқа өндіреді. Шаруаға сіздер ана ертеңгі жем шөбін өздері шығаратын бір жерлер қарастырсаңызшы. Бұлар немесе бұлай берек, немесе кішкене бағасын кетсіп берек, жеке меншіктер болса. Сосын дождевальный оборудованиемен субсидия береміз соған. Дархан Амангелдіұлының Сарыағаш ауданына жасаған жұмыс сапарының соңғы аялдамасы Жеңіс саябағы болды. Мұнда облыс басшысы аймақ азаматтарының өтініш тілектерін тыңдап, шипалы суымен танымал Сарыағаш ауданын дамыту бағытындағы жұмыстарға тоқталды. Нағима Абдрахым, Асан Қазақбаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.